Қайырлы күн, құрметті мәдениет және өнер қызметкерлері. Сіздерді келіп жеткен кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге отанымыздың бай әрі көрнекті мәдени құндылықтарын дәріптеп, байыта түскендеріңіз үшін шексіз алғыс білдіреміз. Мәдениет пен өнер біздің өміріміздің ажырамас бөлігі. Көпұлтты мемлекетімізді халықтардың өзіндік ерекшелігін паш етіп, дәстүрлі құндылықтарымызды сақтауға ықпал етеді. Мәдениет пен өнерді қолдау біздің елдің мемлекеттік саясатының басым бағыттарының бірі. Қаламыздың мәдениет саласының қызметкерлері елдігімізді ғасырлар бойы мұра болған асыл қазынаны ұрпаққа жеткізу жолында ауқымды жұмыстар атқаруда. Өнерді құрметтеп, мәдениетті өркендету баршамыздың ортақ мақсатымыз болып табылады. Ендеше құрметті ханымдар мен мырзалар, құрметті әріптестер, сіздерді мерекелеріңізбен құттықтау үшін сахна төріне Әміре Қашаубаев атындағы мемлекеттік филармониясының директоры, күйші композитор, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Айбек Серікболсынұлын шақырамыз. Армысыздар, құрметті телекөрермендер, бүгінгі келіп жеткен мәдениет пен өнер қайраткерлерінің мерекесімен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Құрметті әріптестер, осындай кез келген өнер азаматтары мәдениет саласының үздігі боп, сахнамыздың төрінде саңлағымыз боп, әрдайым жүре берулеріңізге тілектеспін. Ендеше мәдениетіміз биік боп, өнерімізбен бар қазақ еліне өнерімізді паш етіп аман есен жүре беріңіздер. Ортамыздан ешкім азаймасын. Бүгінгі кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен тағы да құттықтаймын. Сахнада телқара күйімен Айбек Бекбосын. Әміре Қашаубаев атындағы мемлекеттік филармониясының Бибігүл халық аспаптар оркестрі және Рахымғали Мыржықбаев атындағы эстрада симфониялық оркестрі. Бас дирижері Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Нұрлан Төкей.
қанда гүл бағын суарамын, күндерде мен өзіңнен су аламын. Алтын сәуле көремін сол бір шақта, сенің нұрың болар деп қуанамын. Жаным деп маған үн қатқан жүректен сені
Назарларыңызға 2020-2021 жылдардағы маңызды іс-шараларды атап өтсек. Филармония ұжымы Шығыс Қазақстан облысы мәдениет басқармасының қолдауымен 28 маусым 2 шілде аралығында Ұлы Абайдың 175 жылдығын мерекелеу аясында ұлттық домбыра күніне арналған «Құлақтан кіріп бойдалар» атты халықаралық домбырашылар онлайн байқауын ұйымдастырды. Филармония ұжымы Шығыс Қазақстан облысы мәдениет басқармасының қолдауымен 1 мен 5 қыркүйек аралығында Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы аясында Әміре Қашаубаев атындағы мемлекеттік филармониясының 75 жылдығына арналған Әміре Қашаубаев атындағы республикалық «Құлақтан кіріп бойдалар» дәстүрлі әншілер онлайн байқауын ұйымдастырылды. Қазар алқасының төрағасында мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, қоғам қайраткері Бекболат Тілеухан, республикалық байқаулардың лауреаты, құрмет орденінің иегері Сержан Мұсайын және Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі дәстүрлі әнші Берік Омаров болды. 2020 жылдағы филармония қабырғасында болған тағы бір шығармашылық жаңалық ол Айбек Серікболсынұлының идеясымен іске асқан эстрада симфониялық оркестрдің ашылуы. Жыл бойы эстрада симфониялық оркестрі филармонияның Бибігүл ұлттық аспаптар оркестрімен қатарласа жұмыс атқарып, шығармашылық дағдылары дами түсті. Осы екі оркестрдің жұмысын насихаттауда тың идея, екі оркестрдің басын қосып, филармонияның артист-солистері, артист балетінің бірлесе өткізетін республикалық деңгейдегі концерт. Бұл концерт қазанның 7 күні халық қаһарманы, белгілі күйші композитор Нұрғиса Тілендиевтің туғанына 95 жыл және қазақ вальсінің королі, Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранының авторы Шәмші Қалтаяқовтың 90 жылдығын дәріптеу мақсатында ұйымдастырылды. Қазақ өнерінің шамшырақтары атты республикалық деңгейдегі көрерменсіз концертке арнайы шақыртумен өзара тәжірибе алмасу мақсатында Нұрғиса Тілендиев атындағы мемлекеттік академиялық фольклорлық этнографиялық отырар сазы оркестрінің көркемдік жетекшісі Дінзухра Тілендиева және Абай атындағы мемлекеттік опера және балет театрының дирижері Мұхтар Қалдаяқов шақырылды. Келесі шығармашылық жаңалық халыққа мәдени рухани азық болатын Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арналған филармония директоры, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі, күйші композитор Айбек Серікболсынұлының Телқара атты авторлық күйінің дүниеге келіп, халыққа ұсынылуы. Сонымен қатар Шығыс Қазақстан облысы мәдениет басқармасының Абай ауданының әкімдігінің қолдауымен филармония ұжымының жемісті жұмысының нәтижесінде аталған күйге бейнебаян түсіріліп, хабар агенттігінің және республикалық әртүрлі цифрлық платформаларда насихатталып таратылды. Бейнебаян 2020 жылдың қазан айында түсірілді. 2020 жылдың маңызды мәдени іс-шараларының бірегейі Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойының атап өтілуі. Филармония ұжымы жыл бойы Абай жылының жоғары деңгейде насихатталу жолында жұмыстар жасап, әртүрлі жиындар, концерттер, лекциялар, байқаулар ұйымдастырды. Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің қолдауымен мәдениет басқармасының Әміре Қашаубаев атындағы мемлекеттік филармониясы Хакім Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына арналған қорытынды көрерменсіз концертін ұйымдастырды. Бұл концертке республикамызға белгілі өнер азаматтары мен филармония ұжымы қатысты. Концерт Абай мұрасының құндылығын дәріптеуде, оны көрерменге музыка арқылы жеткізуде театрланған көрсетілім сипатында ұйымдастырылды. Концерттік кеш Бибігүл халық аспаптар оркестрінің сүйемелдеуімен Айбек Серікболсынұлының орындауында Телқара күйімен ашылды. Концерттік кешке Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрінің арнайы тапсырмасымен Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрінің кеңесшісі Жырымбаев Ерлан Сыдықұлы келіп, соңында өз әсерлерімен бөлісіп, ұжымның еңбегін ерекше атап өтті. Концерттік кешке арнайы шақырылған өнер қайраткерлері Қазақстан Республикасының халық артисі, мемлекеттік сыйлықтың иегері, Қазақстанның еңбек Роза Қуанышқызы Рымбаева, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, әнші, сазгер Гүлмира Сарина,
Кеш соңында мәдениет пен өнер саласында қосқан ұзақ жылғы үлестері үшін мемлекеттік наградалар қатысушыларға тізім бойынша табыс етілді. Келесі кезекте 2020 жылдың қазан айында Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі, күйші композитор Айбек Серікболсынұлының Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына арналған Телқара атты авторлық күйіне бейнебаян түсірілді. Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздіктері Қаділбек және Маржан Омаровтардың репертуарындағы Жайна Семей әніне бейнебаян түсірілді. Бейнебаянның басты идеясы қарт Семей қаласының тарихи мәдени құндылықтарын насихаттау болып табылады. Бейнебаянның барлық шығармашылық, техникалық жұмыстарын филармония ұжымы өз күшімен атқарып шықты. 2020 жылдың қараша айында филармонияның артист-солисті, халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты Өмірбеков Айдынның орындауындағы Елігім еркем әніне бейнебаян түсірілді. Бейнебаян классикалық үлгіде сценарий құрылып, бейнебаянның барлық шығармашылық, техникалық жұмыстарын филармония ұжымы өз күшімен атқарып шықты. 2020 жылдың мамыр айының 21 жұлдызында мәдениет және өнер қызметкерлері күніне орай Төкей Нұрлан Төкейұлын Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі төсбелгісімен Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт вице-министрі Дәуешов Нұрқиса Мұратұлы марапаттады. Күйші композитор Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Әміре әлемі ұжымының басшысы Айбек Бекбосын Абай мерейтойлық медалімен марапатталды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 2020 жылдың 14 қыркүйектегі жарлығымен әріптесіміз Құмар Асқар Қанатұлы халық алғысы медалімен марапатталды. Қазақстан Республикасының мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жарлығымен Берік Құдайбергенұлы Омаров ерен еңбегі үшін наградталды. Тәуелсіздік күніне орай 2020 жыл желтоқсан айының 16 жұлдызында Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігінің Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі төсбелгісімен Қамидолдин Қайрат Батырбекұлы, Малғаждарова Алмагүл Нығметқызы, Салиева Күләнда Сайт Мұхамедқызы, Өмірбеков Нұрбек Қуандықұлы марапатталды. Биылғы жылы Дала үні акапелласына Абай Құнанбайұлының Татьянаның хаты, Өзгеге көңілім тоярсың әндеріне және халық әні 25 жігіттер тобына, Манарбек Ержановтың әні Сайра бұлбұл қыздар тобына бейнебаян түсірілді. Жылдың тағы бір үлкен ауқымды өткен концерттің атап өтсек, Шығыс Қазақстан облысы мәдениет басқармасының қолдауымен Әз Наурыз 2021 атты мерекелік концерт, арнайы сахналандырылған қойылым концерт өтті. Қазақ ауылының тыныс-тіршілігін, той-думанын баяндайтын арнайы жаңа форматта қойылған концерт жоғары деңгейде халыққа ұсынылды. Дина Нұрпейісованың туғанына 90 жыл толуына орай Шығыс Қазақстан облысы мәдениет басқармасының қолдауымен Әміре Қашаубаев атындағы мемлекеттік филармониясының ұйымдастыруымен Бибігүл Қазақ халық аспаптар оркестрінің және жеке орындаушылардың қатысуымен күй өнерінің алыбанасы атты көрерменсіз концерт өтті. Шығыс Қазақстан облысы мәдениет басқармасының қолдауымен Әміре Қашаубаев атындағы мемлекеттік филармониясының ұжымының қатысуымен жерлесіміз сазгер Бекен Жамақаевтың туғанына 90 жыл толуына орай әнімен әулетті жан ғұмыр атты концерті ұсынылды. Бұл ғаламнан бар тынысы күнде тор, мен сақалды сорлы адамның ақтияры сенде тұр. Өмір қосқан жар едің сен, жар қалмай кетеді.
жаным, мәзіліңді қой жаным, ай. Жастық дәурен барады, бастан өтіп, ой жаным, азғана күн жүрейік қол ұстасып, ой жаным, мәзіліңді қой жаным, ай. Ой жаным, қызығына жалығаным, ой құрбым қоймадым, ай. Әтті сөзің көңілді кетті басып, ой жаным, айта алмадым тар жерде сырымды ашып, ой жаным, мәзіліңді қой жаным, ай. Сен алтынға балаған құрбым едің, ой жаным, қоштасалық келе бермен құшақтасып, ой жаным, мәзіліңді қой жаным, ай. Ой жаным, қызығына жалығаным, ой құрбым қоймадым, ай. Ой жаным, қызығына жалығаным, ой құрбым қоймадым, ай. Ой жаным, ай, ой жаным, ай. Sulle labbra se potessi dolce un bacio ti darei, dolce un bacio ti darei. Tutte direi le dolcezze dell'amor, oh, tutte le dolcezze dell'amor. Sempre si sa, ti preso i mille gaudi, ti darei mille gaudi, ti darei. E di volti ti potrei che rispondo, amico, e di volti ti potrei che rispondo, amico. Ce n'è per le monde stelle, non so faccia alto per te. Un tuo sguardo io diletto, un tuo bacio, il mio tesor, il mio tesor. Una presa che io vivo solo d'amor. Sulle labbra se potessi dolce un bacio ti darei, dolce un bacio ti darei. Балауса белем, аққу жүзген айдын көлем, байлағым мені, туып өскен
байтақ жері. Еркіндік азат, серпілді қазақ, арайлы күн туды ғажап. Көгілдір байрақ, көгінде жайнап, бағымда бұлбұл сайрап. Сүйіп өтем сені жалғыз отаным, бар ма мекен сендей оу. Сен деп шырқап салар әнді ұнатамын, бар ма ғашық мендей оу. Шалқыған далам, бағатама тамсанған ғалам. Ыстықсың маған, найзасымен қорғаған баба. Күлімдеп аспан, шуағын шашқан, халқыма қошағын ашқан. Арманы дасқақ, таулары дасқақ, ерлерім мерімді бастап. Сүйіп өтем сені жалғыз отаным, бар ма мекен сендей оу. Сен деп шырқап салар әнді ұнатамын, бар ма ғашық мендей оу. Сүйіп өтем сені жалғыз отаным, бар ма мекен сендей оу. Сен деп шырқап салар әнді ұнатамын, бар ма ғашық мендей оу. Сүйіп өтем сені жалғыз отаным, бар ма мекен сендей оу. Сен деп шырқап салар әнді ұнатамын, бар ма ғашық мендей оу. Құрметті ханымдар мен мырзалар, құрметті әріптестер, осымен Әміре Қашаубаев атындағы мемлекеттік филармониясының мәдениет және өнер қызметкерлері күніне арналған мерекелік концерттік бағдарламасы өз мәресіне келіп жетті. Тағы да айта кетсек, бүгінгі мерекелік концерттің көркемдік жетекшісі, режиссері, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Өмірбеков Нұрбек Қуандықұлы. Концерттің идея авторы Балташева Асем Мұратбекқызы. Бибігүл халық аспаптар оркестрінің бас дирижері, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Нұрлан Төкей. Бибігүл халық аспаптар оркестрінің дирижері Әділет Серіков. Рахымғали Мыржықбаев атындағы эстрада симфониялық оркестрінің дирижерлері Бауыржан Қайыржанов, Алпамыс Асылбек. Баршаңызды тағы да шын жүректен кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Келесі кездескенше қош аман, сау болыңыздар.